Тарауық намазына енді бармаспын. Мешіттен келген баласы әкесіне: тарауық намазына енді ешқашан бармаспын дейді. Әкесі таңырқап, неге олай дегенін сұрайды. Сонда баласы: адамдар мешітте әңгіме айтып отырады, телефон қарайды, көп сөйлеседі, ойымды бөледі дейді. Әкесі жауап берместен келесі күні баласын тағы тарауыққа ертіп барады. Ең алдыңғы сапқа келіп жайғасып, намаз басталардың алдында баласына: балам, маған бір стакан су әкеліп берші дейді. Балақай әкесінің айтқанын бұлжытпай, дереу су әкеліп береді. Әкесі суды ішкен соң: балам, бүгін қанша адам өсек айтып телефон қарап отыр екен деп сұрайды. Сонда баласы: байқамадым әкешім, мен стакан толы суды төгіп алмайын деп, барлық назарым суда болды дейді. Сонда әкесі: көрдің бе балам, егер сен мешітке келгенде барлық назарын құлшылыққа, Раббына арнаса, сен ештеңеге алаңдап ойын бөлінбес еді деген екен.